Біздің көбінде жолымызды жабатын нәрселер адамдармен болып қалатын конфликтлер. Сол конфликттер неден болады? Өз орнымызды білмей қаламыз. Кіші болып тұрып, үлкенге сөз қайтарып қоямыз. Үлкен болып тұрып, кішіге мейірім көрсете алмай қаламыз. Үлкен болып, жарайды енді бопты деудің орнына кейде үлкендік қылып езіп жібереміз, кішілеу шамамыз жететін адамды. Ал кіші болса, жолын біліп, жарайды бопты енді үлкендер айтып жатыр ғой деп, ол да қоя салмайды. Міне осының себебі. Немесе әйел кейде еркектің шекарасын өтіп кетеді. Еркек әйелдің шекарасына кіріп, әйелдер бір болмайтын әңгімені айтып жатса, еркек сол ұсақ әңгімеге кіріп кетеді де қадірін түсіреді. Немесе әйел адам еркекке бір-ақ сөз айтудың орнына 10 сөз айтып, еркектің жүйкесіне қарай шекарасына, оның сабырлық шекарасына өтіп кетіп, осылай конфликтлер болып жатады. Сондықтан осы адамдармен қарым-қатынаста орныңды біліп, жарайды енді, менің ақыма біреу кірісе кіріп кетіпті, бірақ мен біреудің ақысына кіріп кетпеймін деген дүниені сақтай алсақ, міне өзінің орнын білудің ең үлкен жолы сол екен. Бір мысал айтайын сіздерге. Маған өзіме қатты ұнайды осы мысал. Әсіресе біздің қоғамдағы көп адамдардағы болып жатқан конфликті мен проблеманың жол жабылу осыдан кеп шығып жатады. Ол не нәрсе? Омар ибн Абдул-Азиз деген патша болған екен ілгеріде. Өтте тақуа, мәшһүр, Алла рахмет етсін, сондай жақсы кісі болған. Сол Омар ибн Абдул-Азиз түнделетіп мешіттің ішіне кіріп, бір шаруаменен кіріп өтіп бара жатса, мешіттің іші қараңғылау екен, бір-екі адам ұйықтап жатыр екен. Байқаусызда солардың біреуінің аяғы тиіп кетеді ғой бұның, ұйықтап жатқан адамға. Патшаның қасында уәзірі бар, қорғаушысы бар, келе жатыр. Сөйткен кезде мешітте жатқан бір адамның аяғын сәл шетін басыңқырап кеткен кезде, анау ұйықтап жатқан адам басын жұлып алады да, "Ей, сен немене аяғымды бастың? Жындысың ба?" дейді. Патшаға сөйтіп айтады. "Сен немене жындысың ба? Аяғымды неғып бастың?" дейді. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз анаған қарады да, "Жоқ, жынды емеспін" дейді да, ары қарай өтіп кетеді. Ол жауап берсе болатын, "Ей, сен патшаға не деп тұрсың? Сен маған жынды дейтін кімсің?" десе болар еді. Бірақ өйткен жоқ. Сосын былай шыққаннан кейін уәзір сұрайды, "Сіз жаңа неге оған дұрыстап жауап бермедіңіз? Орнына қойып тастамадыңыз ба?" дегенде, "Неге үйтем?" дейді да. "Ол менен жындысың ба деп сұрады, мен жоқ деп айттым" дейді. Қоғамда көбінде біреу бізге осылай ұрынады, тиіседі. Біз соның тиіскеніндей ғана, оның айтқанындай ғана жауап бермейміз ғой. Біз одан асырып жауап береміз. Немесе оны апарып тастаймыз. Ол біз жайында біреу бірдеңе айтыпты десе, біз оны өсектеп, қайбаттап, ол ертең естіген кезде бізбен жау болатындай сөздерді жаудырып тастаймыз. Сол себептен де біз өзіміздің ақымызды біліп, орнымызды біліп, жарайды енді бопты, айтқан екен, ода тұрған не бар? Айтылса айтылыпты, бопты деген сөз аузымыздан шықпайды. Бірден өре түрегелеміз. Ызамыз келеді. Қанымыз қозады, арқамыз қозады. Сөйтіп жаңағы біздің хақымызға, кішкентай ғана біздің хақымызға айтайық, бір өлшеммен айтсақ, бір 10 сантиметр кірген болса, біз оның хақысына 1 метр кіріп кетеміз. Мінекей бүкіл реніш, ортаның суы, адамдардың бір-біріне жанашмастығы, бір-біріне болыспай, бір-біріне қайырым шарапат жасамауының негізгі үлкен себептерінің бірі, біз адамдардың ақысына кіріп кетеміз, өзіміздің орнымызды білмейміз. Патша екеш патша, халифа екеш халифа. Омар ибн Абдул-Азиз не деп айтып отыр? "Мен неге оған артық сөз айтам" дейді жерде ұйықтап жатқан адамға. "Ол бар болғаны менен сұрады ғой" дейді, "Жындысың ба?" деп сұрады дейді. "Мен жоқ, жынды емеспін" деп жауап бердім дейді. Неге мен оған, "Сен мен жынды дейтін кімсің, қалайсың" деп, мен неге оған кірем деп отыр ғой сонда. Мінекей, бізде көбінде біреудің айтқысы келген сөзіне емес, бізге бір адам айту мүмкін, "Артур шей" деуі мүмкін да. Артур асал болды. Ал бірақ біз оған Артур асамаймыз. "Ей, сен кімсің Артур дейтін? Өзің Артур" деп жолда бір-біріменен қырылысып, бірінің артынан бір сигнал беріп, төбелесіп, жүйкесін тоздырып, сол жүйкесі тозып қалш-қалш етіп келген адам не істейді енді? Ол ойлайды, "Мен ұрыссам айдаладағы біреумен ұрыстым" деп ойлайды. Жоқ, сіз айдаладағы біреумен ұрысып, ашудың атмосферасына кірдіңіз, эмоционалды ахуалға кірдіңіз. Енді сіз сонымен келіп, қызыңызға жауап бермей қоясыз, әйеліңізді ренжітесіз, немесе мамаңыздың телефонын алмай қоясыз. Көрдіңіз бе? Сіздің бөтен адам ғой, мен оны орнына қойып тастадым деген нәрсеңіз, ол айналып келіп, сіздің жақындарыңызға міндетті түрде әсер етеді екен да. Сондықтан адамның өзінің орнын білуі деген, біз пендеміз. Міне, пенде ретінде орнымызды білуіміз керек. Біз ешкімнен артық та емеспіз, кем де емеспіз. Құдай біледі, ертең кеудемізден жанымыз шығып бара жатқанда Құдайдың сүйікті құлы болып қайтыс боламыз ба? Жоқ әлде Құдай сақтасын, кеудемізден жанымыз шықпай қиналып қайтыс боламыз ба? Ешкім білмейді.
Сондықтан да біз пенде болғандықтан жұмыр басты пенде екенімізді мойындауымыз керек. Соған бойсынуымыз керек.